Хадисте садақа 70-тен аса жаманшылықтың есігін жабады деп айтылған. Ал біз сіздің сол садақаңызды Ерболат қызы Мединамыздың еміне жұмсауыңызды сұраймыз. Медина қызымыз 10 айлығына дейін мойын ұстамады, аяқ-қолын қозғалтпады. Дәрігерлер ДЦП атоника астатическая форма деген диагнозын қойды. Дәрігерлердің салғырттығынан мойын омыртқасында безі барын білмедік. Ташкентке тексеруге апарып, сол жақта врачтар мойын омыртқасында ісік барын айтты. Астана қаласында нейрохирургияда операция жасаттық. Операциядан кейін үздіксіз емнің арқасында 1 жас 8 айында отырып, 2 жасында еңбектеді. Алланың қалауымен 3 жасында ең алғаш аяғын басып, жүруге деген талпынысы пайда болды. Біз почти ДЦП-ның 70%-ын жеңдік. Енді бізді Астана қаласында 5 айлық үлкен ем күтіп тұр. Ол үшін үлкен қаражатты талап етеді. Сіздерден Мединаның сау балалар қатарына қосылуына аз да болса үлесіңізді қоссаңыз деп сұраймыз. Сіздердің 100 теңге, 200 теңге садақаларыңыз біз үшін өте маңызды. Осы видеоны көріп отырған барлық таныстарға, туыстарға, бізді көріп отырған жандардан, мұсылман бауырларымыздан осы видеоны таратылуын сұраймыз.